Сәлем достар, біз бүгін Алматыдағы атақты Алтын Орда базарындамыз. Бірақ біз базар үшін емес, өнер үшін келдік. Қандай өнер? Бірге тамашалайтын боламыз. Әділет, сіздің ойыңызға осы Алтын Ордада ән айтып бастау қайдан келіп жүр? Көшеде ән айту менің мақсатым болмаған. Өнер жолында үлкен сахнада өнер көрсету, хит әндерді орындап, халықтың көңілінен орын алу болған негізгі мақсатым. Шымкент қаласында мен Арбатта өзім караоке ән айтып бастадым. Бізде енді үйде ешкім қолдамағаннан кейін, анам, әкем қолдамағаннан кейін өзім былай өнер жолында өзімді дәлелдегім келді да. Алматы қаласына соны дәлелдеуге кеттім. Осы жақта Арбатта біраз айтып жүрдім. Тағы да бір ән айтатын жер табу керек. Басқа жұмыс істеуге болмайды маған да. Арбатпен жаңағыдай Зеленый базарда екеуінде ән айтып жүріп, колонка аппарат алған мен. Бір досым айтты, симай кеттім да. Саяхатқа барып өлең айтам. Енді ана дауыс қатты шығады. В общем, еш жерге симай болып. Енді үмітім үзіліп баратқан кезде, жаңағыдай Шымкентке қайтамау деп тұрған кезінде бір досым келіп қалды, соған сұрақ қойдым. Участковый мазаламайтын жер бар ма деймін ғой. Көшеде ақша табу мақсатым емес. Бірақ өзім өнерім арқылы міне қатты жақсы көргеннің арқасында осындай танымалдылыққа ие болдым. Қазірше 19 өлеңім бар. 19 әнім бар, иә. Осы вокалдық жағынан өзіңіздің кәсіби біліміңіз бар. Кәсіби білімім жоқ. Бала кезімде өзім осы өнер жолындағы ең танымал, ең мықты әншілерге қарап бой түзе өстім. Бірақ ары қарай енді қарапайым отбасыдан шыққаннан кейін бізде ондай возможность болған жоқ. Оразадан кейін мен Алтын Ордада базарда ән айтуды тоқтатайын деп жатырмын. Өйткені мен үлкен болашақта үмітім бар. Өмір бақи базарда тұрып ән айтуға болмайды. Ары қарай болашақты да құру керек. Әділет, сіз үлкен сахнаға шығу үшін өзіңіз қандай талпыныстар жасап көрдіңіз? Мен өткен жылы күз айында Кеген ауылданына, Райымбек ауданына 14 ауылға жалпы концерт бердік. Сол жақта 7 ауылға концерт бердік. Бірақ оны ұйымдастыру жағы дұрыс болмағандықтан концерттің билеттерін өзіміз саттық. 2 жыл бойы мен бір кісіні күттім да, жалпы спонсор ағалар болса бір жаңағыдай өнер жолында алып шығатын деген сияқты. Бірақ бір түсінгенім, бір Құдайдан басқа ешкімнен үміт күтуге болмайды екенге өкпем жоқ. Алматыға жалғыз келдім, жалғыз өзім еңбектеніп келе жатырмын. Әлде еңбектенуден, Құдай қаласа алда уақыттарда жаңа деңгейге көтерілгім келеді. Жуырда қаламайын деген жаңа әнім жарыққа шыққалы жатыр. Қаламайын басқа жанды, неге алдың сен сараңды, бұл кеште кездесең, өмір басқаларда. Жаңағыдай көшеде емес, үлкен сахнадан көріну мен үлкен арманым. 2 жыл уақыт бойы Алтын Ордада тұрдым. Көптеген қайырымдылық жасадық. Ақерке деген қызға 15 миллион қаражат жинап бердік. Жаңағыдай коляскада отырған қызды орнынан кәдімгідей тұрғызып, Турцияға операцияға барып келді. 2 ота жасалды. Мұқтаж жан хабарласып, балама көмектесші, операция шұғыл түрде жасалу керек дегеннен кейін осы Рамазан айында көмек сұрағаннан кейін Алтын Ордаға шығып, неге соны көмектеспеске, неге соны жасамасқа дедім да. Аллаға шүкір, жағдайым жақсы. Көбінесе ойлайды мені көшеде өлең айтқанға жағдай жоқтықтан айтатын шығар деп. Өзім қатты жаным қалайтын дүние болғаннан кейін көшеде болсын, сахнада болсын, тойда болсын, кез келген жерде өнер бағаланады. Әділет, мен сізге шығармашылық табыстар тілеймін және де сізді болашақта үлкен сахнадан көреміз деп үміттенеміз.